Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде ерекше кубик Рубиктің ерекше түрі кубик змейка деп аталады. Кубик змейка. Бұны құрастыру оңай, өте оңай. Алдыңғы сабақта мен уәде бергенмін. Ерекше түрімен таныстырамын, құрастыратын боламыз деп. Бүгін осы кубик змейканы құрастыратын боламыз. Достар, тағы да осындай ерекше кубиктерді түсіретін боламын. Оны жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қоңырау шанын да басуға ұмытпаңыздар. Сонымен мына кубик змейканы құрастырып көрейік. Бұл фигураның аты шар деп аталады, яғни дөңгелек шарға ұқсайды. Осыны құрастыратын боламыз. Бірінші бұзайық. Кубик змейканы бұзамыз. Орнына қоямыз барлығын. Бәрін орнына қойып шығамыз. Міне, барлығын орнына қойып шықтық. Міне осындай кубик змейка деген осы. Енді осыдан жаңағы шарды құрастырып шығамыз. Енді құрастыру барысын мұқият қарап отырыңыздар. Мен мына бөліктерді әртүрлі бағытқа бұрып келтіріп отырамын. Енді бастайық. Мына бірінші бөлігімізді төменге қарай бұрамыз. Міне. Одан кейін үшінші бөлігімізді төменге қарай, өзімізге қарай бұрамыз. Одан кейін мына бөлігімізді бері қарай бұрамыз. Міне. Енді келесі төменгі мына бөлігімізді бұрамыз. Бері қарай. Одан соң мына бөлігімізді көтеруіміз керек. Ол үшін бірінші мына бөлігімізді жоғарыға көтеріп алуымыз керек. Жоғарыға көтеріп алуымыз керек. Содан соң тиісті орнына қоямыз. Сонда бізде мынандай үшбұрыш шығады. Үшбұрыш. Енді ары қарай мына бөлігімізді жоғарыға көтереміз. Келесі мына бөлігімізді жоғарыға көтереміз. Содан соң мына бөлігімізді бұлай қоймас бұрын мына бөлікті төменге түсіріп аламыз. Міне, төменге түсіріп алдық. Содан соң орнына қоямыз. Міне. Біздің шарымыздың жоғарғы жағы жасалып келатыр. Мынау жаны. Міне, мынандай үшбұрыштар шығып отыру керек. Яғни мына бұрыштар төртеу. Төртіншісін жасайын деп жатырмын. Міне. Ол үшін төменге түсіремін. Сонда біздің міне төрт бұрышымыз табылды мына жақта. Енді ары қарай төменге бұрамыз. Төменге бұрдық. Одан соң мынаны бұлай орнына келтірмес бұрын бана көрсеткендей мына бұрышты жоғарыға шығарып аламыз. Содан соң барып оны орнына қоямыз. Міне, тағы да біздің үшбұрышымыз шықты. Ақ үшбұрышымыз. Енді келесі
мына жерде үш бұрышымыз бар. Төртінші бұрышты төменге қоямыз. Енді келесі мына жаққа немесе мына жаққа. Яғни мына жақ тегіс болғандықтан біздер мына жағына қарай бағыттаймыз. Міне. Үш бұрышымызды шығаруымыз керек. Ол мынаның мына жағы үш бұрыш болып тұрады. Сондықтан да мына бұрышымызды бері қарай бұрып аламыз. Міне. Содан соң бағанағыдай орнына қоямыз. Міне орнына қоямыз. Енді мынау үшінші, төртінші бұрышы міне. Және мына жерге келтіру үшін алдын ала бұрып кетеміз міне. Мына жерге келді. Енді келесі мына жерге қоямыз және алдын ала мына бұрышты келтіріп аламыз. Бұрып. Міне. Содан соң орнына қоямыз. Сосын соңғы бұрышты былай етіп орнына қоямыз. Міне біздің шарымыз шықты. Міне достар, шар кубик змейкадан шар жасалынды. Бірнеше рет қайталап, орындап көрсеңіздер, оңай үйреніп аласыздар. Достар, тағы да келесі сабақтарда осы кубик змейкадан әртүрлі фигуралар жасайтын боламын. Соны жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Пікір жазыңыздар. Қандай жерлерін дұрыс көрінбей қалды, үйрене алмай қалдыңыздар. Соны да пікір білдіріп отырыңыздар. Лайк басып қойыңыздар. Менің каналымды қолдап қойыңыздар. Рахмет, сау саламатта болыңыздар.